ана үй салған кезде қайныларым келіп жәрдемдесті ғой. Содан жаңағы затың бар жаңағы жеңгем күшті екен деп айтсын деп сол рөлді ойнап қоясың ғой жаңағы. Содан первый істеп, второй істеп, винегрет салат істеп, пирог істеп, бәрін жасап жатырмын. Плов та істейсің. Бәрін жасап қоямын жаңағы. Чұқып отырады. Мен айтамын, ай дәмсіз ба? Мынаны жемесеңдер ертең ағаларың ұрсады ғой дәмсіз қылмадың деп. Дәмсіз ба, не болды, не жемейсің деп. Жоқ, жеңге жақсы екен деп чұқып. Анау неге дейін торыққа дейін істеп қойған ғой, қаймақпен араластырып әдемі қылып. Чұқып. Содан күйеу айтады. Ой, сен де болды, бір рет көрсеттің ба, болды, жеңгем күшті деп айтады. Сен жақсылап тұрып макаронды бас, қара нанды қой, сары майды қой, сонымен молодец жеңге боласың дейді. Сөйтіп ертесіне үлкен немен бір макаронды басып, сары майын қойып, нанын қойып қойсам, келіп кепшіп анау сүт жайды рахаттанып, ой, жараларың жеңіл екен ғой деймін де, рахат қой бұл деймін. Меніңше ренжима деп отырмын ғой. Мен ренжима деп қоямын. Өзімнің бауырларың келсе, макарон беріп қойшы. Соны айтып отырмын ғой. Өмір бақи ұмытпайды. Қайныларың аты дырдай әпкем макарон басты деп. Қайныларың ренжіген шығар деп отырсам, наоборот қуаныпты ғой. Ойбай, қайныларым жеңіл болды менің құрсын бауырларыма қарағанда. Сондықтан да бауырларды ысырып қойып, қайныларды жақындатып кетпесін.